Шоколадта тарақандар бар екендігі рас па? Тарақандар шынымен әрқашан және барлық жерде шоколадқа түседі. Бірақ екі нюанс бар. Жақсы жаңалық, шоколадтағы тарақанның бәрі сізді кездестірмейді. Сүйікті нәзіктіктің бір бөлігін тістегеннен кейін, қалған бөлігінде сіз жәндіктердің денесінің жартысын көресіз деп қорқудың қажеті жоқ. Мәселе біршама ерекшеленеді. Шоколадтағы тарақандар ұсақталған және ұнтақталған түрінде болады. Бұл жаман жаңалық. Тарақандардың денелерінің бөліктері әрдайым шоколадта және кез келген жерде болады. Олар 50 рубль тұратын арналған плиткаларда да болады. 100 грамм үшін 1000 рубльден сатылатын қымбат бельгиялық шоколадтарда да болады. Олардың бөліктері бөліп жәндіктердің жеке аяқтарын немесе олардың антенналарын көру әрине мүмкін емес, бірақ олар сол жерде сақталады. Ол денсаулық сақтау ережелеріне сәйкес келе ме? Бұл факт ресми түрде расталды. ақш-тың азық-түлік және дәрі-дәрмек басқармасы FDA азық-түлік ақауларының әрекет деңгейлері деп аталатын бюллетень шығарды. Онда азық-түлікте сөзсіз аяқталатын қоспалардың тізімі келтірілген, бірақ олардың мазмұны қажет емес. Дәл сол құжат белгілі бір өнімдерде қандай қоспалар болуы мүмкін екенін және қандай мөлшерде болуы мүмкін екенін бақылайды. Сондықтан олар зиянды болып саналмайды және сатылуы мүмкін. Сонымен, бұл бюллетенде 100 грамм шоколадта жәндіктер денесінің 60 фрагменттері, соның ішінде тарақандар рұқсат етілгені айтылған. Фрагменттердің өлшемдері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ көбінесе оларды тек микроскоппен ажыратуға болады. Шоколадты мұндай қоспалардан тазарту іс жүзінде мүмкін емес, сондықтан олардың аз мөлшердегі мөлшері нормаға айналды. Құжатта шоколадтың кез келген түрі туралы емес, негізінен барлық шоколад туралы айтылады. Сондай-ақ жәндіктердің хитинді жамылғысының бөлшектері адам денсаулығына қауіпті емес екендігі айтылған. Олар эстетикалық тұрғыдан ғана зиянды. Жәндіктің бір бөлігін шоколадты көріп, немесе бұл фактіні жай ғана біліп, сіз шоколадты жақсы көруді ұзақ уақыт тоқтата аласыз. Жәндіктердің денесінің қалдықтары шоколадқа қалай түседі және неге оларды тарақандар деп есептейді? Шоколад бесігіне дейін тарақандардың ұзақ жолы. Шын мәнінде бәрі өте қарапайым түсіндіріледі. Шоколад какао дәнінен алынатын какаодан жасалатын белгілі. Олар негізінен Эквадор, Мексика, Перу және Бразилия сияқты Латын Америкасында, сонымен қатар эквадорлық Африка елдерінде, атап айтқанда Гана, Нигерия, Камерунда өсіріледі. Индонезияда да үлкен плантациялар бар. Бұл елдердің барлығы бүкіл әлемде сатылатын какаоның негізгі өндірушілері болып табылады. Белгілі болғандай, бұл аймақтардағы санитарлық нормалар аса мұқият сақталмайды. Соның ішінде өндірістерде, атап айтқанда, какао бұршақтарын өсіру және өңдеу жоғары технологиялық процесс емес. Жай сөзбен айтқанда, өндірістерде антисанитарлық атмосфера жиі кездеседі. Қазір зауыттарды жаппай роботтандыру кезінде какао бұршақтары какаоға би әдісімен тазартылады. Бұл дегеніміз, жұмысшылар көптеген бұршақтарға жалаң аяқ тұрып, оларға секіріп билей бастайды. Кейбір жерлерде бұл тіпті туристерге экзотикалық аттракцион ретінде ұсынылады. Ондай өндірістерде тарақандардың бүкіл колониялары өмір сүретіні таңқаларлық емес. Олардың денелерінің бөліктері кейіннен шоколадқа түседі. Какао бұршақтары жиналған шоколад ағаштары тек тропикалық ормандарда субэкваторлық белдеуде өседі. Онда жыл бойы тарақандардың өмірі үшін өте қолайлы жағдайлар сақталады. Олар үшін шексіз тамақ көзі адамдар шоколад ағашының жемістерін алып, ашық жерде кебу үшін қалдырған какао бұршақтары. Олар онда жәндіктер оңай көтеріле алатын үйме болып жатыр. Какао бұршақтары плантацияларында сансыз тарақандар тұрады. Онда бәрі оларға бұрыннан үйреніп, оларды жоюды тоқтатты. Жәндіктермен күресуге тырысқан жағдайларда олардың бәрін жою әлі де мүмкін емес. Какао бұршақтарын олардан тазарту мүмкін емес. Нәтижесінде тарақандар мен олар тастаған хитинозды қақпақтар олармен бірге ұнтаққа айналады. Зауыттарда олар тек өнімдегі тарақан қоспаларының мөлшері рұқсат етілген нормадан аспауын бақылайды. Бір қызығы, мұндай зауыттардан какао ұнтаған шоколадтың әртүрлі түрлерін өндірушілер сатып алады. Олар ең арзан, сонымен қатар өте қымбат және ерекше. Жалпы шоколад қандай болмасын және қанша тұрады, онда әлі де жәндіктердің қоспалары болады. Сонымен қатар, олар кәмпиттерде, шоколад кремдерінде және глазурде, яғни какао қосылған барлық өнімдерде кездеседі. Қаншалықты қаламасаңыз да, мұндай тәттілерді пайдаланған кезде, бұл жағымсыз компоненттерді пайдаланудан аулақ болу мүмкін болмайды. Айтпақшы, 2012 жылы зерттеу жүргізілді. Оның нәтижелері шоколадқа аллергиясы бар адамдарда мұндай реакция іс жүзінде какао компоненттері немесе емдеуге басқа заттар емес,
атап айтқанда паразиттердің хитинозды қақпақтардың қалдықтары тудыратынын көрсетті. Олардың құрамында агрессивті аллергендер бар. Сондықтан тарақандар жұқтырған бөлмелерде тұратын адамдар ринит пен астма жиі дамиды. Дәл сол себепті аллергияны жәндіктердің қалдықтары бар шоколад тудырады. Оны білмей адамдар тәттілікке аллергия бар деп шешеді. Сіз клиникада аллергиядан өту арқылы нақты себебін анықтай аласыз. Олар сізге аллергия тудыратын нәрсені, мүмкін какао немесе тарақандарды анықтауға мүмкіндік береді. Осыған байланысты логикалық сұрақ туындайды. Жәндіктермен ластанған өнім ретінде шоколадты тұтынудан толығымен бас тарту керек пе? Бұл денсаулыққа қауіпті емес пе? Шоколадтағы тарақандармен қалай өмір сүруге болады? Егер сіз бұрын шоколад жеген болсаңыз және ол сізге аллергия тудырмаса, онда тарақандардың қоспалары бар екенін анықтағаннан кейін сіз үшін ештеңе өзгермейді. Шоколадты өндіру технологиясы ондаған жылдар бойы өзгеріссіз қалды, және осы уақыт ішінде оларда жәндіктердің қалдықтары бар. Какао бұршақтары өсірілетін елдерде адамдар оларды жуылмаған қолдармен жинайды. Содан кейін оларды жалаң аяқтарымен секіреді. Кір мен бактериялар бұршақтарға түседі. Оларға әртүрлі жәндіктер кіреді. Содан кейін бұршақтар какаоға айналады. Ол шоколадқа түседі. Жалпы, егер бұрын шоколад сіздің денсаулығыңызға зиян келтірмесе, қазір сіз осы мәліметтерді білгеннен кейін ештеңе өзгермейді. Сонымен қатар, тарақандар шоколадтағы жалғыз жағымсыз қоспа емес. Тамақ өнімдерінің ластану нормаларының сол бюллетенінде 100 граммдық плиткада орта есеппен 1 кеміргіш шаш бар делінген. Бұл молекулалар емес, атап айтқанда микроскоп арқылы оңай ажыратуға болатын денелердің бөліктері. Бұл аяқтар, қанаттар, антенналар немесе егеу құйрықтардың шаштары болуы мүмкін. Тарақандардың бөліктері кейбір тропикалық егеу құйрықтар немесе тегістеу кезінде какао бұршақтарын таптаған жұмысшылардың өкшелерінен алынған тері үлкен жиіркенішті тудырады деп айту қиын ба? Жалпы, шұжық туралы әйгілі афоризмді қайта айтуға болады. Егер сіз шоколад жеңіңіз келсе, оны қалай жасалған көрмегеніңіз жөн. Бұл әзілде шындық біз қалағаннан әлде қайда көп. Әртүрлі жәндіктердің денелерінің бөлшектері табиғи компоненттерден жасалған барлық тамақ өнімдерінде де кездеседі. Егер сіз тарақандарды жемеу үшін шоколад жеуден бас тартсаңыз да, сіз әлі де жәндіктердің қалдықтарын жеуге жол бермейсіз. Мысалы үшін бидай, жүгері немесе кез келген басқа ұнның қалай өндірілетінін қарастырайық. Ұн зауытына жібермес бұрын астық қоймаларда жиналады. Онда көптеген түрлі жәндіктер пайда болады. Сондай-ақ, олар ұннан кейін ұнға әсер етуі мүмкін. Зиянкестерді жою үшін астық қоры фумиганттармен өңделеді. Олар әдетте тиімді. Өңдеу нәтижесінде жәндіктер өледі, бірақ содан кейін олардың денелерін дәндерден бөлу мүмкін емес. Және ешкім оны істемейді. Осылайша жәндіктер денелерінің бөліктері ұнға және кез келген түрге енеді. Содан кейін кондитерлік өнімдердің барлық түрлері, соның ішінде нан, печенье, макарон және басқа да өнімдер осы ұннан дайындалады. Сондай-ақ өсімдік майлары дәндер мен жемістерден сығылады. Оған жәндіктердің бөлшектері де ену мүмкін. Шикізат баспасөзге жіберілген кезде олармен не болатынын елестете аласыз. Жәндіктер жемістер мен көкөністерде де жиі кездеседі. Алайда алма құртын тапқаннан кейін сіз оларды толығымен тастау керек деп ойламайсыз. Жалпы, сіз жай ғана жәндіктер бөлшектері бар тағамдарды тағамнан шығару мүмкін емес екенін қабылдауыңыз керек. Бұл өнімдерді қоспалардан тазарту тамақ өнеркәсібінде қолданылатын заманауи технологиялар мүмкіндік бермейді. Қаншалықты аулақ болғыңыз келсе де, кішкентай жәндіктердің бөлшектері сіздің тағамыңызға әлі де түседі. Мұны түсіну жағымсыз болса да, бұл факт бойынша қорқынышты ештеңе жоқ. Мұндай тағамды миллиондаған адамдар жейді. Бұл олардың денсаулығына әсер етпейді. Сондықтан, егер сіз шоколадты жақсы көретін болсаңыз, онда американдық орманнан сіздің үйіңізге дейін қанша жол бар екендігі туралы ойламай, оны бұрынғыдай жеп қойыңыз.